Ассаламу алейкум достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді үй жағдайында жасалатын кебаб лёляның жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді жұмсақ болып піседі, және де лаваштың да жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге 400 грамм тартылған ет қажет болады. Адам санына қарай мөлшерін азайтып көбейтсеңіздер болады. Және бір пиязды аламыз. Осылай турап блендерға салып, блендерден өткізіп алатын боламыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Бір қызанақ және бір сарымсақ қостым. Және бір болгар бұрышын қостым. Болгар бұрышын және қызанақты қосқан себебім етіміз қатып қалмайды, жұмсақ, сочный болып піседі. Енді барлығын блендерден өткізіп аламыз. Барлық араласқан массаны етімізге орналастырып салып шығамыз. Көз мөлшерімен тұз қостым. Қара бұрыш және қызыл бұрыш қостым. Мынау шамамен 3 кусоктай нан, осыны алдын ала үгітіп қойған болатынмын. Етке қосып, жақсылап етті араластырып, осылай қолымызбен ұрып, илеп аламыз етті. Енді противенімізді алып, осылай шамамен осындай пішін жасап, противенге барлығын орналастырып шығамыз. Пешке пісіруге арналған таяқша болса, сол таяқшамен жасасаңыздар да болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетіп кеттім. Барлығын осылай жасап шығамыз. Алдын ала пешті қыздырып қойған болатынмын. 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді осы уақытта лаваш жасап жіберейін деп шештім. Шамамен 300 грамм ұнды алып, 100 граммдай сұйық май құйдым, жылы су құйып, жұмсақ қамыр илеп шықтым. Жұмсақ қылып илейміз қамырды. Қамыр дайын болғаннан кейін 10 минутқа демалдырып алдым қамырды. Міне 10 минут уақыт өтті. Содан кейін қамырды бір қайтарып алдым да, кішкентай бөліктерге бөліп, барлығын дөңгелек пішінге келтіріп алдым. Енді барынша жұқа етіп жайып алдым қамырды. Шамамен осындай жұқа болды. Енді араларына майлық жайып, барлығын жайып алдым. Менде балық пісіруге арналған осындай қара табан болған. Сол табаны тазалап жуып, осылай отқа қойдым. Астын қатты отқа қойдым да, табаны қыздырып, осылай лавашты пісіріп алдым. Осылай қолымызбен майлықпен басып отырамыз. Екінші жағын аударып, екінші жағында дәл солай пісіріп аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлығы тез піседі. Міне, барлығын осылай пісіріп алдым. Егер лавашыңыз қатып қалып жатса, кішкене қолыңызбен сулап жіберсеңіздер болады. Менде кішкене қатып тұрды, сол үшін мен сулап жібердім да, осылай. Барлығын бір-бірінің үстіне қойып, міне осылай пісіріп алдым. Жұмсақ болып шықты. Міне, осы уақытта біздің кебаптарымыз да пісті. Осылай әрлеп дастарханға қойдым. Өте дәмді болды. Менің отбасыма, балаларыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.